Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 60-шы сабақ жалаң және жайылма сөйлем. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттарда бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің? Мысалы, осы аталған жанрлардан басқа, яғни пейзаж, портреттерден басқа, сызба мен кескіндемені де осы бейнелеу өнерінің бір жанрына жатқызуға болады. Саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды? Мысалы, натюрморт жанры ұнайды деп айтсаңыздар болады. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемді көшіріп жаз, сонан соң тұрлаусыз мүшені алып тастап жаз деп тұр. Бұл жерде қарамен жазылған сөйлем пейзаж маған өте ұнайды. Ең алдымен бұл сөйлемді сөйлемшілерден талдаймыз. Пейзаж бастауыш, ұнайды баяндауыш. Маған сұрақ қоямыз. Кімге? Маған бұл тұрлаусыз мүше. Өте қандай? Өте бұл маған өте деген сөз тұрлаусыз мүше. Сондықтан бұл тұрлаусыз мүшені алып тастаған кезде пейзаж ұнайды деген сөйлем шығады. Жай сөйлем жалаң жайылма болып екіге бөлінеді. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейміз. Мысалы, Жазира биледі. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Мысалға, Жазира әдемі биледі. Жалаушадағы әрбір сөздің қай суретке тиісті екенін тап. Жұмбақты оқып жатқа жаз. Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Жұмбақтың жауабы ай. Жай сөйлем түрлерін ажырат, сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет дейді. Бұл жердегі жай сөздер түнде болды, күндіз болды, жерге қонды, жұлдыз қонды. 39-шы жаттығу сызбаны толықтыр. Жай сөйлем, жалаң сөйлем және де жайылма сөйлем болып екіге бөлінеді. Енді жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Ал жайылма сөйлем бастауыш, тұрлаусыз мүше және баяндауыштан тұрады. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоның астына жазып сұрасаңыздар болады. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар.